Менің атым Славик. Мен кішкентай ғана өрмекшімін. Жақын арада күн салқындап кетеді. Мен өзіме баспана табуым керек. Кішкентай тесіктен кіріп, осы үйге орналасып жатырмын. Бұл бөлме қыздардың бөлмесіне ұқсайды. Бұлар оқушы қыздар екен. Қандай ғажап! Бүгін мектепке кешігіп қалмаймыз ба? Жоқ, үлгереміз. Тезірек дайындалайық. Мен де мектепке барғым келеді. Әттең-ай, мен де оқушы болсам ғой. Алайда маған армандауға ешкім кедергім бола алмайды. Мен қиялымда одан да алыс жерге барамын. Сол мектепте не бар өзі? Мүмкін достар? Мүмкін қызық әңгімелер? Әй, достым-ай. Сен келгелі тыныштық бұзылды. Өзің тым көңілді екенсің. Мазаңызды алсам кешірім сұраймын. Мен бұл жерге түнде көшіп келдім. Я, байқадым. Менің есімім Сэм. Осы жерде бұрыннан тұрамын. Менің осы жерде тұратынымды ешкімге айтпашы өтінем. Мен ешкімге зиян тигізбеймін. Мен тек армандаймын. Сенің арманың мектепке барып көру ме? Онда неге бармасқа? Қыздар келген сияқты. Мен қаштым. Мен бүгін сабақтан 5 алдым. Жарайсың, ал мен сабақ айтып үлгермедім. Өрмекші Славик қыздардың әңгімесін қызығып тыңдап тұратын. Сэм, айтшы, мен сияқты кішкентай өрмекші шынымен мектепке бара ала ма? Әрине бара алады. Ең бастысы, жүрегіңде қорқыныштан гөрі батылдық болсын. Бірақ мен жай ғана өрмекшімін ғой. Қорқу жаман емес. Ең жаманы тырысып көрмеу. Міне осылайша таңертең өрмекші Славик мектепке бару үшін сөмкеге тығылып қалады. Сөмкеден тығылып шығып, мектепті аралауға кірісті. Оқушылар жоқ сыныпта әр нәрсені бір қызықтап жүрді. Партаға отырып, кітаптарды парақтап, тіпті тақтаға жазып көрді. Солай уақыты тез өтіп кетті. Ой, абай болу керек. Мені басып кетпесе екен. Мені көріп қалмай тұрғанда тезірек тығылып алайын да. Сэм, саған көп рахмет. Сенің қолдауыңмен мен арманымдағы мектепті көріп келдім. Оқасы жоқ, достым. Алақай, қар жауып жатыр. Мама, мұнда бір нәрсе тұр. Тез келші, анашым. Қорықпаңдар, қыздарым. Бұл тек өрмекші ғой. Қазір сендерге көрсетемін. Ол бізге зиян келтірмей ме? Қараңдар, ол өте сүйкімді, көздері мейірімді. Оған тиіспесеңдер, күн жылынғанда өзі кетіп қалады. Ой, ол енді қорқынышты емес екен ғой? Өте кішкентай әрі сүйкімді. Ол не істеп жүр өзі? Мүмкін өз ісімен айналысып жүрген шығар. Жарайды, сүйкімді достым. Біз саған тиіспейміз. Сен де бізді ренжітпе. Осылайша өрмекші Славик бір қысты жаңа достармен бірге өткізіпті.